Халық өткен тарихын, сол тарих қойнауындағы мәдени тұлғалары туралы әркез білуге ұмтылады. Алайда зулаған күндер, дамылсыз алмасқан жылдар, тарихтың кейде әділетсіздік танытқан шақтары алтынды да құм астына тығып, ұлттың жадынан өз ұландарының есімін де ұмыттырып жібереді. Алайда бар болғанды жоқ ету кімнің қолынан келмек? Күндердің күнінде елеулі есімдер халықтың ортасына қайта оралып қауышады. Бұл миссияны атқаруға уақыттың өзі бір ұлын тудырып, қаламын қолына алдырады. Осындай айрықша мұрат үшін жарылған жандың бірі Айтжан Бәделхан еді. Газетте қызмет ете жүріп, тұңғыш балабақша кітабын шығарса, 1991 жылдан бастап Бұқар Жырау атындағы музейдің өнер бөліміне қызметке келген соң, іргелі зерттеу жұмысын бастап кетті. Мен Айтжан ағамен 2001 жылы таныстым десем, артық айтқан болмаспын. Сол жылдары бір 6 айдай сол музейде музей қызметкері болып істедім. Ол кісі өнер бөлімінің бастығы болды. Аяқсан, мен саған бір тапсырма берем. Қандай тапсырма? Мен мына магнитофонда Жылқыбаевтан жазып алған Толқыма деген ән бар. Содан кейін Қарлығаш Шаймерденова, екібастұздық әнші, соның Өкшес Кебісінің Айнала жез. Соның Майраның екінші түрі деген осы театрдың кезінде әртісі болған Мафруға апамыздың аузынан жазып алған осындай әуендер бар еді. Соны сен осы Майраның несіне нотаға түсіріп бер деді. Ой, бұл енді маған өте ауыр жұмыс болды. Бірақ енді дегенмен көрейік, енді айтты, музыкант деген атымыз бар. Содан әлгі кассетасын берді. Әлгі кассетаны бірнеше күн тыңдап, содан кейін сол нотаға түсіріп алып келдім. Әлгі енді бір жерден 7 қоян тапқандай қуанды ғой. Себебі бұл ән оңға дейін ешқандай нотасы түсірілмеген. Тек қана радиодан айтылған болса керек. Сол жаңа Толқыма, Өкшес Кебісінің Айнала жез, және Майраның екінші түрі. Соны жаздым, содан кейін ол кісі уже кітапты дайындай бастады. Ол кісі енді бір кітапқа дайындалғанда 1-2 жылдай дайындалады ғой деймін. Өйткені сол Майра туралы барлық кісілердің мағлұматы алады. Ол тек қана біздің Павлодар өңірінен емес, Семейден де барып, музейлерге барып, сол туралы көп сұрайды екен. 2002 жылы кім айтады? Айтжан аға. Осы мен Майра туралы міне әнді шығарып жатырмын. Сенің жазған нотаңды мен печатпен өзім түсіріп жатырмын дейді, печатпен дейді. Сол маған көрсетеді, ана өзі нота білмейді ғой. Ана ол сурет сияқты баяғы. Мынау бірінші сызықта мынау дұрыс па? Мынаның несі құйрығы дұрыс па дейді. Флажок, нотада флажок дейді. Мынау төмен тұра ма, мынау жоғары тұра ма деп. Соғынға дейін сұрап әлгіні. Соны өз қолымен әлгі неге жазып шықты ғой, печатныйға. Майра Уәлиқызынан бөлек тарихи мәдени тұлғалар тақырыбында Бұқар Жырау, Естай, Қамар Қасымов, Сәдуақас Шорманов сияқты кітаптарды шығарды. Бұл кітап әлбетте аяқ астынан музей қызметкері болғандығынан жазыла салған жоқ. Жас кезінен ақ көне сөзге, ескілікті әңгімеге құлақ түріп жүретін болмысы бұл кітаптарды шығаруда үлкен көмегін тигізгені анық. Бұл кісіні салыстырмалы түрде қарайтын болсақ, өз заманынан, қатарласынан бөлек озық туды деп айтамыз. Неге дейсіз ғой? Сол заманды білесіз сіз, ол заманның өнімі соцреализм екені, қазіргі сол кісінің жас шамасындағы ақсақалдарымыз мейлі ақын болсын, мейлі жаңағындай енді Құдай өнер береді ғой, бірақ дәл Айтжан ағадай терең білім жоқ еді. Сол заманында ол кісі, ол заманда білесіз, ол дүниені ешкім мән берген жоқ. Қазіргі өкінішін естіп отырамыз ғой ақсақалдардың. Ол заманда сол керек қылдық па деп отырады. Ал Айтжан аға керек қылған адам. Соны ғылыми айналымға айналдырған адам. Ән қонған, сөз дарған өлкеде өскен Айтжан Бәделханның өнерге деген талғамы да биік болды. Тұлғаларды тек зерттеген жоқ, болмысын түсіне білді. Олармен таным көкжиегі бір болды деуге болады. Өнердің қасиетін, өнерлінің қадірін таныған парасаты да бүгінгілер айта жүрер ерекше қасиет. Айтжан ағаның енді тірі күнде негізі жақсы араластым. Жақсы қарым-қатынаста болдық, сыйлас болдық. Жақсы көретін мен. Әнші ретінде, азамат ретінде. Енді Айтжан ағамыз негізінен өнер адамдарының өмір баянын, шығармашылықтарын зерттеді. Бұл кісі енді кәдімгі қазақ әнін зерттеген мына Борис Ерзаковичтермен сыйлас адам болды. Зинұр Қоспақовтармен, солармен кәдімгідей хат алысып, хабарласып тұратын адам болды. Деңгейі сондай.
Сондықтан Айтжан ағамыздың осы елдің өнерін зерттеуіне еңбегі орасан зор. Өмірбайын зерттегенде де жаңа шығармашылығын қоса зерттеген адам ғой. Сондықтан әнді де танитын, әншіні де танитын, енді сұңғыла адам болатын. Бұл енді Байғабылдарды көрген, жаңағы Жүсіпбектерді көрген, тыңдаған, көргенде. Осындай бұрынғының адамы ғой. Сондықтан бұл кісі өнер тануда, ән тануда, ол енді өзінің жинаған мағлұматтары да көп. Жалпы өзінің Құдайдың берген мына сезімпаздығы бар ғой. Әнді түсінудегі, музыканы түсінудегі, сол жағына келгенде сұңғылалығы болатын. Бір күні Алматыға әнші жіберу керек болды маған дейді. Сонда екі әнші қатар тұр, қайсысын жіберем? Бірі Баянауылдық Бісміллә Балабеков, екінші Байғабыл Жылқыбаев дейді. Содан өзара талап қойдым, екі әншіні жарыстырайын деп. Жая Мұсаның көк аршынын қайсысын үздік орындайсың, соның Алматыға боласың деп. Содан жаңағы көк аршында енді білесіздер, Бісміллә Балабековті, анау тұқым әнші Балабек Сапарбек, атақты Жарылғапбердінің шәкірттері. Бісмілләдан басым болды дейді. Көк аршынның әсіресе анау жоғарғы нотасын қадаған кезде дейді. Міне, оны байқап отырсыз ба? Бұл жерде ол кісінің музыкалық сауаты да бар. Яғни ерте өз кезінен уызына жарған дейді ғой. Кейіндері мынау әнді түсіне алмайтын, тыңдай алмайтын, ол деңгейде ойлай алмайтын жағдайға кетіп қалдық қой, өкінішке қарай. Ал бұл жерде Айтжан ағамыз жаңа көк аршынды талап ретінде қойып, және ең соңғы алатын жоғарғы нотасын тура шаншып тұрып қадады дейді. Содан Байғабылды Алматыға жібердік дейді. Ертіс бойы осынау ұлы өзеннің атын иеленген Ертіс ауданы талай дүлдүлдер ұшқан. Иса Байзақов сияқты дауылпаз ақындар дүниеге келген қастерлі өлке. Ендігі міндет осыншама тұлғаның өмірін, өнер мен мәдениеттегі орнын тануда, зерттеуде үлкен үлес қосқан жанның өз өмірін зерттеу. Уақыт өте береді, ал сол сынаптай сырғыған уақыт өзінің ұлттық тамырына көз жүгіртіп, мәдениетінен нәр алған жанның бейнесін айнадай жарқыратып, менмұндаласа түседі. Ол кісіні адал шынайы зерттеуіміз керек. Өйткені ол кісі мына өнер адамдарын зерттегенде, жаңағы Исаны болсын, Садуақас Шорманов, Естай бар, Майра бар, басқаларын, Қамарды зерттегенде ол кісі өте адал зерттеген адам. Шындықты бірінші орынға қойып зерттеген адам. Сондай зерттеуші. Мына тарих негізінде өтірікті, мына бұрмалаушылықты кешірмейтін нәрсе ғой тарих деген нәрсе. Соған ол кісі өте жауапты қараған адам. Шынайы зерттеді. Біреудікін біреуге теңеген жоқ. Өзінің мына қызды-қыздымен бір өз ойынан ештеңе қосқан жоқ. Зерттеушілігін, адалдығы ол кісінің осында. Мен ол кісінің үйіндегі жеңгейден барып көп материалдар алдым. Қол жазбаларын алдым ол кісінің. Көптеген мынау Медеу Сәрсекелермен, тағы да басқа үлкен тұлғалармен өзінің сұхбаттасқан барлығын ол кісі қолжазбасы ретінде хатқа түсірген. Қолжазбалар өте көп. Сосын Мәшке Хасен деген үлкен поэмасы бар. Енді ол Мәшке Хасен сол кісінікі ме, әлде басқа біреудікі ме, өйткені болған уақиға сонау Әмір Темір заманында өткен уақиға. Бірақ ол поэмада қолмен жазылған, ол жерде авторы көрсетілмеген. Мына кісінікі деген. Сондай ол кісінің қолжазбалары бар менің қолымда. Солардың бәрін зерттеу керек. Ол қайдан келді, қайдан шықты, мүмкін өз жазды ма екен ол кісі. Осындай дүниелер көп зерттейтін. Бұл кісі бір тың тақырып. Ұлы Мұхтар Әуезовтен дәріс алып, сол уақыттағы талай ғұламаның алдын көріп, өзінің де өрелі болмысы талайға үлгі болар жанның дүниеге келгеніне биыл 95 жыл.